Өзгенің бағындағы гүл. Түні бойы көз ілмей компанияның есебін жасаған жадыра, таң ата құжаттарының арасында көзі ілініп кетіпті. Таң атты деп белгі бергендей шырылдай жөнелген оятқыштың үнінен шошып оянған қыз аузынан аққан суын сүрте айналасында шашылып жатқан құжаттарды жинай бастады. Ұйқысы дұрыс болмағаннан басы солқылдап ауырып тұрса да, орнынан әрең тұрып, жуынатын бөлмеге кіріп, мұздай суға бетін жуды. Айнадағы бейнесіне қарап терең күрсінді. Жадыра, анаң дұрыс айтады. Қартайып отыра бермей, біреудің етегінен ұстау керек. Әйтпесе ертең жасым 30-ға келгенде мені кім алады деп тістей сөйледі де, өз сөзінен шошынғандай, өз бейнесіне қайта қарап, бетін тағы жуа бастады. Биыл 20-ның 8-іне келген қыз туыстары мен таныстарының қашан тұрмысқа шығасың дегеннен шаршап, соңғы уақытта ауылына баруында сиреткен. Тіпті аса қатты жағдай болмаса, ешкімге хабарласа да қоймайды. Қалада белді бір компанияның бөлім басшысы қызметін атқаратын жас қызға сөз салушылар да көп болғанымен, жанына жақын, жүрегінен орын алар біреу кездеспеді. Өмірінде өліп өшіп, ешкімді сүйіп те көрмеген қыз, кейде өзіне осымен өмір бойы ешкімді сүймей, қу тіземді құшақтап өтпесем егеді деп ашуы келетін. Сөз салған бірнеше жігітпен сөйлесіп, әңгімелері етектен төмен жағдайға жете берген соң, қатынасты үзе салатын. Ұйқысы қанбаса да, құжаттарын түгендей жұмысына асыққан жадыра пәтерінен жүгіріп шықты. Бір құшақ құжатын арқалай әрең жұмысына жеткен қыз компанияға кіре бере аяғы шалынып барлық құжатын шашып алды. Жұмысқа кешігіп келе жатқанын да ендігі бұл қырсыққа әбден ашуы келген жадыра дірілдеп әрең өзін басып құжаттарын жинай бастады. Көмектесіп жіберейін деген таныс дауысқа селт етті. Қараса компанияға жақында ғана ауысып келген сату бөлімінің басшысы Мұқан екен. Ой, Мұқан Нартайұлы, кешірерсіз, аяғым шалынып барлығын шашып алдым. Жиналысқа кешігіп бара жатыр едім деп ақтала құжаттарын жинай бастады. Екеуі тез-тез құжаттарды жинай бастады. Дәлізде өтіп бара жатқан басқа қызметкерлер де көмектесіп, тез жиналған құжаттарын көтере, кабинетіне келген жадыра араласып кеткен папкаларды реттей бастады. Жиналыста құжаттарды уақытылы дайындап, алдына қоймаған үшін директордан ұрыс естіп жатыр еді. Мұқан орнынан тұрып, кешірерсіз, Сәкен Төлеутайұлы, бірақ бұл менің кінәм еді. Жаңа кіре берісте байқамай қолындағы құжаттарын шашып алдым. Менің кесірімнен барлық папкаларын басынан реттеуге тура келді. Сондықтан ескертуді маған берсеңіз деп жадыраны қорғап қалды. Не болғанын түсінбей қалған қыз жігітке қарап қалған. Үндеме дегендей белгі берген Мұқан директордан ескерту естіді. Жиналыс аяқтала, өзін құтқарушы джентльмен жігітке алғысын жаудырған жадыраны Мұқан айыбын жуу үшін кешкі асқа бірге баруын сұрады. Жігіттің ұсынысына келісім берген қыздың алғаш рет жүрегі дір ете қалды. Сондықтан кештің батуын асыға күткен қыз жұмыс күні аяқтала пәтеріне барып өзін ретке келтірмек болған еді. Дегенмен кабинетінен шыға бергенде директор тағы шақырып жұмысты үйіп берді. 2 күндік шаршауы, бір жағы Мұқанмен кездесуі бар болған соң, бұл тапсырмадан бас тартқысы келгенімен жасаудан басқа мүмкіндік қалдырмаған директоры жадыраға таңертеңге дейін бітіріп алып келуді тапсырды. Тамағына тіреліп тұрған өксігін әрең басқан жадыра мұңайып кабинетіне келді. Шаршауын сәл басу үшін кофеге тапсырыс беріп, компьютерін қайта қоса бастады. Уәдеңді ұмытып қалмаған шығарсың, деп есіктен сығалап қарап тұрған Мұқанды көрген жадыра күлімдеді. Жоқ, ұмытпадым, бірақ бара алмаймын деп тұрмын. Тыныштық па? Сәкен Төлеутайұлы тағы үйіп тапсырма берді. Соңғы 3 жылдың анализін жасауым керек. Кешегі есебімде біраз қателік кетіпті. Ертең инвесторлармен кездесу бар екен ұмытып кетіппін, деп ашуын жасырғысы келіп, пернетақтаны тықылдатып баса бастады. Өкінішті. Жарайды, ештеңе етпейді. Мұнда үлкен компания ішінде жалғыз қорқарсың, жаныңда болайын. Бәрібір бұл қалада еш танысым жоқ. Пәтерімде зергемін, сізге көмектесейін. Менің де мұндай есептерден хабарым бар ғой, не дегенмен деп,
Жанына орындықты ала отырды. Екеуі бірге түнгі 1-ге дейін құжаттарды реттеп, есепті аяқтап, компаниядан түнделетіп шықты. 2 күндік шаршауынан аяғын әрең басып келе жатқан Жадыра кез келген жерде ұйықтағысыз да келіп тұрғанымен, жігіттің алдында өзін барынша ұстап келеді. Жадыраның пәтеріне дейін таксимен жеткен екеуі кішігірім көшемен жалғыз келе жатыр. Мұқанның қалжыңына күліп келе жатқан Жадыра бір сәтте жігіттің өзінің қолынан қысып ұстағанына таң қала қараған еді. Бірден ерінен сүйіп алды. Ұйқысырап әрең келе жатқан Жадыра түсінбей көзі шарасынан шыға жөнелді. Дегенмен тәтті сүйіс қызға да ұнағандай еш қарсылық таныта қоймады. Осы түннен бастап Мұқан мен Жадыраның қарым-қатынасы жақындай түсті. Екеуі жұмыстан шыға бірге қызықты уақыттарын өткізетін. Бірақ жігіттің өткені, өмірі туралы аса сұрай қоймаған қыз өзін не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді. Басқа қаладан жұмыс бабымен ауысып келген Мұқан Жадыраның әбден басын айналдырып алғандай. Алғашқы күннен-ақ еркіне тез көнген қызға күн санап түрлі тосын сыйлармен баурап алды. Уақыт өте сүйгенінің бір түрлі қылықтарын байқаса да, ештеңеге мән бермеуге тырысатын Жадыра Мұқанға риясыз сенетін. Жұмыста тағы айдың соңындағы есептермен басы қатып отырған қыз сүйгенінің кабинетіне қарап қояды. Директорға жасаған есебін тексертіп, үйіне қайтуға жинала бастаған қыз сүйгенінің кабинетіне қарай барды. Бір нәрсеге ашулы болған Мұқан телефонмен ұрсып жатыр. Қойш деймін саған. Мен бір ерігіп жүргендей басқа қалада. Балаларға қарап үйде отыр дедім емес пе? Қайта-қайта төркініңе шаба бермей, мама-папама қара деп айқайлап, телефонды тастай салған еді. Естігендерін түсінбей қарап тұрған Жадыраны байқап, өтірік жымия салды. Жаным, кіммен сөйлестің? Сонша ашулысың ғой деп сүйген құшақтап, бетінен сүйді. Кезекті өтірігін еш шімірікпей айтқан Мұқан Жадыраны оңай алдап алды. Екеуінің қарым-қатынасы күн санап жақындасып, соңғы кезде Жадыра той туралы да айта бастады. Ондай кезде әңгімені басқа жаққа аударып жіберуге тырысатын еді. Сезім мен махаббатқа мас болған қос ғашық уақыт өте одан да қатты жақындай түсті. Тіпті сүйгеніне риясыз сенген Жадыра Мұқанның бар қалауына көніп жүріп, қыздық өмірмен де қоштасып қала берді. Тәні мен жаны ақ төсекте табысқан қос ғашық көп өтпей-ақ бірге тұра бастады. Соңғы кезде қашан үйленеміз деп қыз сұраса да, әңгімеден қаша бастайтын жігіт өзінің ең үлкен шындығын бір күні мойындады.